Қазір көшеден қаңғыбас итті көру үйреншікті жағдайға айналды. Батыс Қазақстан облысы бойынша 16 мыңның үстінде ит мысық тіркелген. Олардың ішінде 11 мыңдайы қаңғыбас ит мысықтар есебін құрайды. Осы қаңғыбас ит мысықпен күреске деп бюджеттен 65 миллион үстінде қаржы бөлінген. Ол ақшаға қараусыз қалған ит мысықты аулайды, арнайы екпесін салады, тазалайды, құлақтарына чип салып кері жібереді. Орал қаласында жаңағы аулап алған мекенжайды белгіленеді. Қай мекенжайдан ауланды, содан кейін мысалға қажетті биозарарсыздандыру жұмыстары жүргізілгеннен кейін қай жерден алып кетті, сол жерге апарып қайтадан жібереді мекендеу ортасына. Егер агрессия танытып, болмаса жаңағы адамдарға шабуыл жасап, сондай иттер болатын болса, біздер ол иттерді жоюға жатқызамыз. Көшедегі қаңғыбас иттердің көзін жоюға қазіргі заң рұқсат бермейді. Иттердің көзін жою үшін олар құтырған болу керек, немесе біреуден арыз шағым түссе ғана жүреді. Биылғы жыл басталғалы 1100-дей ит мысықтың көзі жойылған. Ал полиция өкілдеріне ит мысықты аулау және серуендету қағидалары бұзылғаны үшін 257 арыз түсіп, 54 айыппұл салынған. Иттерді қалада қырдуға оны ешқандай жаңағы несі жоқ, болмайды деген повода болу керек, жаңағы жіпмен, сосын жаңағы намордный болу керек. Ветеринарныйға апарып, паспорттарын істетіп, паспорттары болса документтерінің бәрі. Бүгінгі таңда аймақ бойынша иттерді уақытша ұстауға арналған 10 шақты орын бар. Ол жерде иттерді 3 күннен 10 күнге дейінгі аралықта ұстайды.